Ассалаумағалейкум арнамыздың оқырмандары. Бүгін біз Керей хан туралы кішігірім мағлұматтар ұсынатын боламыз. Қазақ хандығының тарихында Керей мен Жәнібектің есімі қатар аталғанмен, бірінші хан болып жасы үлкен, жолы жоғары Керей хан таққа отырады. Керей қазақтың тұңғыш ханы. Жетісудың батысында қоныстанған ру тайпалар 1458 жылдың көктемінде өздеріне басшылық қылған екі сұлтанның бірі Керейді ақ кигізге көтеріп хан сайлайды. Керей Шыңғыс ханның ұрпағы, түбі Орыс хан, Тоқтақия, Болат сұлтан Керей болып тарайды. Туған жылы мен дүние салған жылы белгісіз. Тарихшылар Керей қазақ хандығын 10 жылға жуық басқарған деген деректер айтады. Халықта Керей хан тауы етегінде жерленген деген аңыз бар. Керей ханның бұрындық, Қожа Мұхаммед, Сұлтан Әлі деген 3 ұлы болған. Солардың арасында тарих бетінде жақсы сақталғаны көп айтылатыны бұрындық хан. Ол да қазақ хандығының әміршісі болған. 1815 жылы Керей хан мен Абылай хан Моғолстан жеріндегі соғыста үлкен олжамен оралады. Тарихшылар қазақтың тұңғыш ханы Керей 1465-66 жылдар аралығында дүние салған деген деректер айтады. Мынау мен айтқан кішігірім мағлұматтардың арасында бір жалған ақпарат бар. Егер байқасаңыз, астына комментарийға қалдырыңыз. Керей хан туралы бұдан да қызықты ақпараттар білсеңіз, оны да астына жаза кетіңіз. Ел үшін қанын төккен бабаларымыз туралы бүкіл қазақ елі білуі тиіс ағайын.